қол басы сүйектері білезік сүйектерінен, алақан сүйектерінен және саусақ сүйектерінен түзіледі. Білезік сүйектері осса карпи, алақан сүйектері осса метакарпи, саусақ сүйектері осса тигиторум манус деп аталады. Білезік сүйектері 8 сүйектен түзіліп, 2 қатардан 4-4-тен орналасады. Жоғарғы қатары білезік сүйектерінің айтылуы кәржілік сүйектер жағынан басталады. Жоғарғы қатарында бірінші сүйек қайық тәрізді сүйек, екінші сүйек жартай тәрізді сүйек, үшінші сүйек үш қырлы сүйек, төртіншісі бұл бұршақ тәрізді сүйек. Төменгі қатарын айтатын болсақ, бірінші трапеция тәрізді сүйек, одан трапеция, томпақ, ілмек тәрізді сүйектерден тұрады. Алақан сүйектеріне келетін болсақ, алақан сүйектері қысқа түтікті сүйектердің қатарына жатады. Бұлардың саны 5 болып келеді. Әрбір алақан сүйектерінің негізі болады. Және білезік сүйектеріне проксималды орналасқан. Сосын денесі болады. Сосын дисталды орналасқан басы болады. Ал саусақ сүйектері бас бармақтан басқа қалған саусақтар 3 буынақтан түзіледі. Ал бас бармақ болса 2 буынақтан түзіледі. Бұл буынақтардың аталуы проксималды буынақ, аралық буынақ және дисталды буынақтан тұрады. Ал бас бармақ болса проксималды және дисталды буынақтан тұрады.